достар, бәріне салам. Бүгін бізде жаңағы 635 подписчик. Бұл сіздердің ақыларыңыз. Сіздерге көп рахмет. Және де біз сіздерге айтатын келген жағдай ол, біз бұрын осы 6 ай бұрын бізде 35-ақ подписчик болған. Қазір бізде 635. 6 ай өтті уақыт. Ең басында бастағанда біздің каналда 2 подписчик болған. Менің аккаунтымда қазір 635. Сіздерге көп рахмет. Және бүгін бізде сұрақ жауап. Сұрақ жауап Айдары және де біз соған арнап видео түсіреміз. Сіздер сұрақтарыңыз жиналып қалып соны жауап. Бірінші сұрақ сол Яс Тракер. Звукты түсіріңдер, вообще дауыстан естілмейді, а так видеоны орын. Бізді дұрыстан не отырмыз, жақында микрофон аламыз. Бәрі дұрыс болады. Бәрі жақсы болады. Келесі сұрақ, мына жерде шығып тұрғандай. Келесі сұрақ, зым видео дейді. Рахмет сіздерге. Сұрақ емес. Сұрақ емес. Бұл комментарий, жақсы комментарий. Рахмет. Келесі, аяқтың бұлшық етін қалай дәукетуге болады, соны көрсетіңізші дейді. Жақында 1-2 аптада шығып болуы мүмкін, аяққа арналған зат бұл. Күтіңіздер. 2 аптадан емес. Келесі конкурс ұйымдастырмайсыңдар ма дейді. Біз енді ғана ашылып отқан канал болғандықтан. Жоқ, біз конкурс ұйымдастырамыз. Арамызда бірінші орынға мынау берілдік. Осы тағы подпорникқа тартылсаңыз болады. Екінші орынға жүгірт және үшінші орынға уже ұйымдастырсаңыз ба? Бұл жерден бірінші орын алу үшін сен астында біздің видеомыз көп адамдарға жіберу керексің. Кім көп жібереді, соған бірінші орын мынаны береміз. Содан соң сіздер 50 адам, 40 адам, 30 адам жинасаңыздар, онда сіздерге сыйлықты береміз. Және бұл сыйлықты алу үшін сіздер 5000 теңге төлеу керексіздер. Осы қазіргі тұрып отқан үйіне келсеңіздер болды. Келіп кірген жерде 5000 төлеу керексіздер. Өтінемін, мен толықтан өтініш қалай азуға шымыр болуға болады. Дәуіт болып, мен арық болып. Кішкентай Керісінше болды. Бірақ енді бәрі қазір нормально. Өзіңізге байланысты, егер өзгерем десеңіз өзгереді. Сізге ешкім кедергі жасамайды. Егер жасайын десеңіз алмаңыз, еңбек беріңіз. Сосын таңертең тұрған кезде пресске арналған жаттығу жасаңыз, біздің видеомыздар таңертең жасалатын жаттығу, соны көріңіз. Келесі әдемі. Рахмет. Біраз керім берді. Рахмет. Келесі тағы да зың-зың. Шутейді бастайды. Сондықтан көп кеткесін арман атынан. Қазір мынандай канал қалай дамымай жатыр? Соны айтамын енді. Қалай дамымай жатыр? Біз көп видео шығардық қой, қанша мықты. Болашағымыз алда дамиды. Рахмет, осы комментарий жазған. Аты жоқ. Сіздің келесі. Аты, тоқта. Сосын андай бір жаңа қой, жаңа қой. Әже 2 X дейді. Сосын келесі сальтоға қойған сұрақ, сальтоның астына. Сен жасай аласың ба? Сен сальто жасай аласың ба? Жоқ, біз әлі сальто жасай алмаймыз. Үйреніп жүр қазір. Может, жақында үйренеміз. Жақында, оған жақтығышы ғой. Сальтоның астына комментарий деп мойын сындырамыз. Сальто жасай. Келесі, сосын сендер кітаптарын электронды версиясын оқисыңдар ма? Кітаптар бізде кәдімгі кітап жоқ. Біз электронды версиясын оқимыз және астында ссылкасын қалдырып кетемін. Қалай оқитынымызды бәрін видео түсіретін боламыз. Жетінші сыныпта оқисыңдар. Жәнегі Арман. Бір түрлі екен, өздеріңіз көріп жатқан мына жер. Атаман деп жазғысы екен. Атаман. Красавчик, атаман екесің десең. Неше оқисыңдар? 11-сінде оқимыз. Мен 11-а, ол 11-а. Мен негізі болмау, просто ауыстырып жүрген ғой. Сосын тағы да Яс Тракер. Тракер деп оқып жатырмын ғой. Тейкер. Just Taker. Нұралы қайда оқып. Негізі ол вампир емес. Нормальный человек. Жоқ, Нұралы былай несін істеп алып жүреді ғой. Сол ғой. Соны айтқанша кім айтқаны. Қандай камера дегенде ол камера емес, телефон. Huawei P8 ай. Сосын келесі, сендер қай жолдасыңдар? 2001. Мен 2002. 10 айын 11-а. Сенікі 790 нешесі. Айтпай-ақ қойын. Мен 16-та, ол 17-те. 17 атық.
анау біздің 17 күн қалды деген влогта жаңа жылға ма деп жазып жүрді. Иә, жаңа жыл әрине. Енді не басқа? Сіздер видеоны дұрыстап көрсеңіздер түсінетін едіңіздер. Иә, келесі сосын ВК-да аттарың қандай деңіздер. ВК-да мына жеріне шығады. Вот міне мынау менің атым, міне мынау Дәуіттің аты. Болды ма? Сыраға Дәуіт, Нұрмахан Рамазан. Иә, сосын ссылкасы бар ғой астында, содан көрсең де болады. Иә, сосын пранк түсіріңдерші дейді. Қызық пранкты біз түсіреміз. Пранк деген хайповый нәрсе ол. Ютубта подписчик жинай десе пранк түсір. Иә, пранк. Бірақ пранк түсірсек бір түрлі болатын жоқ. Түсіреміз. Сосын вину өті дей ма неге? Қолмен үтік деген сөз. Қолмен жүруді жасансаңдаршы. Қолмен жүруді үйретіңдер деген сөз шығар. Жақында үйретеміз. Алдында қолмен қалай тұруға болады деген видео түсірген болатын, сол жерде бәрі нормально айтылған сияқты. Енді келесі сол қолмен жүруді үйретеміз. Бірақ ол кішкене оңай болады қолмен тұруға. Ол келесі видеода күтсеңіздер болады. Жақында шығады. Сосын Диас Бақытжанұлы қай жақтансыңдар? Қай жақтансыңдар? Астана, Қараөткел. Илинка. Иә, бірақ бәрі Илинка деп білмеймін, бірақ бізге Қараөткел. Сырым Шыныбеков жас кетті. Вайтенканың сөзін ұрлап алыпсыңдар. Біз Вайтенканың сөзін ұрлаған жоқпыз. Мынау сөзді айтып отқан шығарсың. Бұл сөз ешқашан еш жерден ұрланған жоқ. Бұл сөз жай ғана мен бұл сөзді негізінен айтып тұрған жоқ па. Мынау сөзді мен канал ашылмай тұрып жазған болатын. Өзі мен Вайтенканы көп қалай айтсам, Вайтенканы айтын. 10 сынып бітіргенде ғой? Иә, 10 сынып бітіргенде жазған. Қай адам бар? Тіпті менің өзім білмеген ғой. Маған Вайтенканы көрсетті. Сондықтан біз ұрлап алдық деп жазып жүрген жоқ. Бұл жай ғана Вайтенканы канал сосын біз осылай. Сосын бұл мотивация десек те болады осы сөздер. Иә, бізге мотивация. Келесі челлендж тренировка түсірсең. Жай ғана қызық болады дей ма? Челлендж түсіріңдерші, қызық болады. Иә, түсіреміз. Алдында бір челлендж түсіреміз, бірақ ол видео удалить етіліп қалып білмейміз қалды, бірақ удалить етіліп қалды. Сосын келесі красавчиктер дамай беріңдер, видеолары сапалы өте керемет. Ренат Клаш, рахмет. Рахмет. Сосын келесі Зарк Рид. Рид қойда? Зарк, иә, Рид. Егер мен 5 қабат куб, онға қатылы естейтіңіз. Кешіріңіз, не деген түсінген жоқ? Иә, түсінген жоқ. Бұл қырғызша ғой, егер мен 5 қабат куб, онға қатылы естейтіңіз. Қате дейді ма? Қазақша жауап бере алмаймыз, себебі түсінген жоқ. Түсінген жоқ шығар. Келесі, иә, Файфу ба? Салам, бауырым, менде бір сұрақ бар, өтініш жауап берші. Мен бицепске карточка берген соң бірден алып қолымды до конца созалмай қалдым. Неге? Өтініш осы сұраққа жауап берші. Алдын ала рахмет, Мейтермериал каналға. Рахмет осы сұрақ қойғанда. Рахмет. Бұл негізінен бицепске жаттығу жасағанда бицепске өте көп күш түседі. Содан болатын шығар, бірақ та сіз егер де сен мүмкін сіз өте үлкен вес алған шығарсыз. Үлкен вес алсаңыз да сол өте қиын болады бицепске. Әлде сіз бір жеңіл весті алып көп көтере берген, көп жасай береді да, бірақ одан дым пайда жоқ. Кішкене орташа алып көтере алатындай весті алып, өте жеңіл емес, өте ауыр вес алсаңыз сіз полностью өседі, және ол ауру, ол жандылық кез келген жерде жаттығу жасаңыз ол ауырып жатыр деген сөз, ол өсіп жатыр деген сөз. Сізде прогресс бар деген сөз. Ол жаман нәрсе. Егер тоқтап тұрсаңыз, онда бәрі жақсы болады деген сөз. Енді осы сосын сіз жаттығу жасамас бұрын қызыңыздың қыздырсаңыз денеңіз. Рахмет, Файфу. Сосын келесі пысы кезет. Бұрғылар муе күнде істеу керек ба? Рахмет. Мұны күнде істеу керек па деген сөз шығар. Бұл қандай видео? Бұл пресс. Әрине күнде жасаңыз да болады. Бірақ сіз күнде жасай берсеңіз пресс ауырып дұрыс шықпайтын болады. Сондықтан бір күн демалып, екінші жасаңыз пайдасы өте көп болады. Бірақ енді өзіңізге байланысты қалай шығарыңыз десе, базар жоқ прогресс болса, онда көп істеулеріңізге болады. Сосын келесі тағы да осы видео 5 минутта пресс шығару дегенге Алихан Бақберген шын ба деп жазып, шын ба? Жоқ, өтірік. Қызық сұрақ, біз өтіріктен өтірік шығармаймыз ғой. Шын ба, әрине шын. Ой. Шын ба?
шын болсам да түсірмейміз ғой. Қызық сұрақтар қойсыздар, кішкене қисынға келетін сұрақ қойсыздар. Сосын келесі Нүке Геймс. Бірақ іште кішкене май болса пресс шығады. Әрине шығады, кез келген адамда шығады. Егер сен үлкен май көп болса, онда қиын болады. Бірақ май болса, кез келген адамның ішінде пресс болады, ол просто бетінде май жауып жатады. Егер сіз жақсылап тұрып жаттығу жасап көп не алатын болсаңыз, онда әрине кез келген адам пресс шығады. Кез келген адамда пресс ең басты жаттығу жасау берілмей. Тіпті менде де сондай болды, май сол шығару болады пресс кез келген. Сосын Бекзат Қалдан 5 минутта пресс шықпайды, не қоя? Жаман жазып жүрсің. 5 минутта, конечно, ешкім пресс шықпайды. Менің де прессім 5 минутта шыққан жоқ. Мен оны ай сайын, күн сайын, апта сайын жаттығу жасадым, соның арқасында шықты. Ол 5 минут деген ол жаттығуын жасалатын уақыты ол. Уақыты, иә. Пресс 5 минутта шығып кетеді. Мысалы, сіз және калория енді сізде денеңізде май көп, бірақ 5 минут жасап скачок болып кетпейсіз. Сол қисынға келмейді ғой. Сондай. Сосын келесі Қожамқұл Байкеев. Қанша уақыт жасау керектігін айтсаңдар, пресс жаттығуда әр жаттығу жасар алдында дейді. Енді біз жаздық қой енді видеода. Уақытын, секундын бәрі жазылып тұр, видеоны дұрыстап қарасаңыз. Сіздер егерде шаршап қалсаңыздар, демалсаңыздар болады, өте көп емес, орташа болта. Солай жасаңыздар болады. Егерде қатты шығарғыңыз келсе, демалмай жасаңыздар, онда бәрі пресске жақсы кетеді. Сосын толық жасаңыздар жаттығуды. Сосын келесі сосын музыканың аты қалай деп жазғандар, қараңыздар қаншама комментарий, музыканың аты қалай деп. Музыка описание жазылып тұратын болады, енді бүкіл видеоларда солай болады. Енді музыканы мен сұрамай қойды. Сосын Тасболат Ақпанов дейді. Неге өздерің күніге істейсіңдер ма, иә? Жаттығулар жасап жүрмін. Әрине. Енді кейбір кезде болып қалады, жасамайтын уақытта. Енді ол кезде уақыт болмаса, әрине жасамаймыз. Иә, сосын келесі фрололда дейді. Неге сауатта футболкамен отсыңдар? Ол маған қойылған сөз. Маған форма киген вообще ұнамайды. Ыңғайсыз. Ыңғайсыз, сондықтан футболка киіп жүрмін, тұрсам. Тұрсам емес, футболка киіп жүрмін. Келесі Ернат Әсет. Мен жүгіру жарысында 3-ші орын алдым, ал сендердің жаттығуларын істеп 1-ші орын алдым. Красавчик болған. Рахмет, Ернат. Осындай комментариялар көп болса, себебі бізге мотивация береді. Біз одан да жақсы видеолар түсіретін боламыз. Сосын осы жәнегі комедия тез жүгіруге арналған жаттығуларға астына жазған болады. Келесі Нұркизет тағы. Енді дене шығарудың планын көрсетші, тамамдер алға тренинг планын жалғастыра беріңдер. Рахмет. Рахмет. Дене шығарудың планын, схемасын шығарамыз, но бірақ енді ол өте көп уақыт береді. Оны қазір шығады деп күтпей ақ қойыңыздар. Әлі проекттар болады, жоба болады. Келесі Дәуіржан сұраған дами берген қой. Рахмет Дәуіржан. Сосын тағы да болды. Келесі Айым Мәмбет әлі дейді. Бақты. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Сосын саған да рахмет. Бой өсіру үшін емес, красавчик болғандар үшін. Like a boss. Бізде сендер красавчик болғансын видео түсіреміз ғой. Атак тигріміз ғой. Сосын бой өсіруге арналған видеода тағы комментарий, ол қыз балаға көмектесе ма? Әрине. Бой әрине барлығына. Енді бірақ кейбір қыздар болады, енді бойлар орташа, оларға көмектесу мүмкін. Әрине көмектеседі, егер 18 жасқа толмаған болса. Бірақ енді кейбіреу бар ғой. 10 сантиметр өседі. Бәрі ешқандай не айта алмаймыз, себебі. Ең көп дегенде бір көрмеппін қыздың бойын өсіріп жүрген. Ең көп дегенде бір 3 сантиметр өсу мүмкін. Мүмкін, білмеймін, мен жағын көрмеппін. Сосын қазақ вайнс. Неше 100 мың подписчик болсын, каналы дамыта беріңіз. Рахмет. Саған да соны тілейміз. Әмин, қабыл болсын. Сосын Женісбек шынымен көмектесеме, тағы да бір әрине көмектесеге дұрыс жасаса. Көмектеспесе біз болады. Енді ол 1 секундта көмектеспейді, оған жаттығу жасау керек, сол кезде тертеу керек, сонда бәрі жақсы болады. Сосын Бағдәулет Орынбасар. Денем мезоморф, эктоморфқа ауысуға бола ма дейді. Табиғатынан берілген дене ауыстыру мүмкін емес сияқты, бірақ егер сіз
жақсы мышцалар қоса бастасаңыз демек сіздің мүмкін өзгертуге болады. Иә, бірақ өзіңізге байланысты тағы. Тамақтануыңызға байланысты. Сосын келесі сұрақ. Саян Нұртазин. Осындай қазақ жас тарландары көп болсын, жарайтындар жігіттер тек қана. Рахмет. Рахмет Саян саған да. Рахмет. Келесі Ердәулет Тілехан, Ильинканың балалары. Атак Ильинканың балалары. Атак Ильинканың балалары. Ұзғы. Келесі Ар тарап. Тағы да бір комментарий, қызық комментарий. Бой остыруыну кешіріңіздер, қалай бұл? Бой өсіру туралы шығарыңдар, тағы да деген сөз ғой деймін. Солай болу керек. Бой өсіру туралы видео түсіреміз, және ол алдыңғыдан өзгешерек болады. Иә, кішкене. Бірақ енді көп жоспар бар алда. Сосын келесі уақыт жетпей жүр қазір көп видеолар түсіруге. Нұрсұлу Есмахан дейді. Ерке Есмахан. Жүгіре ма не дейді? Бой өсіру туралы тағы да түсіріңдер деген сияқты. Әрине түсіреміз. Келесі сосын Black Fontaine. Рекламаларын базар жоқ бірақ жыртып тастады ол бәрін жыртып тастады. Біз алдында барып қарағанбыз, ешқайсында жоқ, бәрін жыртып тастады. Сосын ерте ғой, әлі сендерге видео түсіру еще качество нашар дейді. Бұндай адамдар өте көп, качество нашар дейтіндер. Бірақ енді бәрі бірден болмайды ғой. Качество нашар болудан бастаймыз, сосын бәрін дұрыстаймыз. Бірақ алдыңғыдан видеоларына қарағанда кішкене сапалар болсын. Ерте ғой әлі деп айтуға болмайды, себебі ерте деп жүре берсең, онда еріншектер сен өтпейді деп солай жалғаса береді. Сіздер егер де өздеріңізге сондай шектеу қойсаңыздар, онда сіздер тіпті ешқайда шыға алмайсыздар. Ешқандай биік белестерге көтере алмайсыздар. Келесі Күрдәулет Күзембай. Бірінші музыканы атағандай, тағы да музыка. Описание жазылып тұрады бәрі. Сосын тағы да Фролды ма? Осы көріп тұрғандарың қызы оператор кім дейді? Километр десең. Физика есіме түсіп кетті ғой. Физика көп оқысан осындай боласың. Мен бәрі физика оқып кетеді. Оператор кім деген? Оператор кім? Бұны қандай видео? Бұл видеода біз оператор ауысып көрдік. Сосын түсірдік. Операторымыз жұмыстарын кетіп қалды. Сін қызық болмай қалды. Қызыл болмай қалды енді. Біз әрбір адамға ұнай беруіміз мүмкін емес қой. Қызық болмай қалса, қызық болмай қалған шығар, бірақ сізге қызық болмаса басқаларға қызық. Осы видеомыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет осындай. Біз бүкіл видеолардың астына қарап осы сөздер, сұрақтарды, қызық сөздерді. Және тағы да осындай қызықты видеолар түсіреміз. Және осылай сұрақ жауап деген видео сіздерге ұнаса, онда астына жазыңыздар. Сосын сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Ерекше сұрақтар, спортқа байланысты. Тағы да білгілеріңіз келетін протеин туралы сұрасаңыздар болады. Келесі видеолардың бәріне жауап беретін боламыз. Олай болса, достар, 635 подписчиктен арғай. Өте көп рахмет. Келесі мақсатымыз 1000 подписчик. Тіпті 1000-нан да көп десек те болады. Сіздерге көп. Бірақ енді осы жылдың соңына дейін 1000 подписчик мүмкін жинауға болады, бірақ енді көреміз. Неше күн қалды? 3 күн, 4 күн қалды. Және 31 өте қызықты видео күтіңіздер. Біз өзіміздің бір жылда не істегеніміз бәрін түсіреміз. Осы канал туралы бүкіл қызықты видео. Олай болса, достар, видеомыз аяқталды. Егер сіз біздің видеомызға бірінші келіп отырсаңыздар, онда біздің каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып, ең бастысы қоңырау жөнінде басуды ұмытпаңыздар, достар. Достар, осы видеомыз аяқталды. Сау. Жұмыс істеуді тоқтатпаймыз. Жұмыс істеуді тоқтатпаймыз. Сау. Начинается с простых рифм в голове, и уже завтра каждый город знает о тебе. Все твое имя кричат, те, кто не верил, молчат.